Қалайсыздар, жағдайларыңыз жақсы ма? Бүгін ноутбукты қосып алып, сіздермен Word жұмысын істейміз. Экранды ашып аламыз, және де бір-екі рет обновить етіп жібереміз ноутбукты, компьютерді. Сосын жаңадан папка ашамыз. Папка не үшін, қандай папка болып ашылу керек, соны жазып аламыз. Сол үшін бүгін Word'ты жазу үшін үлкен әдемі әріппен Word деп қалақшалап жазып аламыз. Мына жерде тілді ауыстыру, Shift пен Alt екеуін бірдей басатын болсаңыздар, орыс, ағылшынша, қазақша 3 тіл бірдей басылады. Және де Word деп жазып алдық мына жерге папканың атын. Сосын мишканың оң жақ батырмасын басып отырып, создатқа кіреміз. Microsoft Word папкасын ашып, мен сіздермен қалай жұмыс жасау керектігін көрсетемін. Болмашы нәрселерді сократить етсеміз, егер де жартылай болып қалатын болса, мына жерінен ұстап, осылай тартып қоямыз папканы. Ал кеттік. Негізінде мына жерден тілді өзгертіп аламыз. Негізінде қандай документ болса да 14 цифрымен жазылу керек. Және де әдемілеп жазып алу үшін бірі үлкен, бірі кіші қылмай, осы жерден настройкасын турап аламыз. Мына әдемі жазылып жатыр. Мына жерде ортасына, жанына, шетіне, оң жаққа, соң жаққа прямо деп мына жердегі настройкаларын турап аласыздар. Сосын көп документтер абзацтармен жазылады. Естеріңізде болсын. Мысалы үшін қалайсыздар деп жаздық. Ал кеттік. Көкпен қоршап алып, мына жердегі жазулардың бәрін осыған аңғартып қарасаңыздар, әртүрлі жазыла береді. Мына Ч әрпін астында сызуымен қара болып жазылады. К әрпі жаңғыратып жазылады. Ж әрпі қап-қара қылып жазудың өзін қалдырып қояды. Сан цифрлар бір кездері жазылмай кетуі мүмкін. Сол кезде мына жердегі numlock дегенді басып қоясыздар. Numlockты басып отырып цифр жазамыз. Мысалы үшін 25 деп 25-ті қоршап тұрып, мына жердегі x2, x мына жерде түсіндіру есіне шығып кетті. Міне жазып қойдым. Жоғарыдағы таңбалар, осындай таңбалар көрсеңіз, астына үстіне түседі. Көбінесе ол математиктер керек. Және де мына жерде любой таңбаларды басатын болсаңыз, жазуларыңыз әдемі болып өзгереді, түстерді өздерді. Ал вырезать ететін болсақ, мына жердегі жазу жоқ кетеді. Мынау қайтадан қалпына келтіру таңбасы. Мынау сохранить ету. Вставить дегеніміз, копировать вставить дейміз. Интермен астына түсеміз да. Сол жаңа копировать еткенде енді вставить етіп қоямыз. Екі жазу бірдей. Копировать вставить дегеннің жақсы нәрсе негізі жоқ көбінесе компьютерда. Мына жерде архитектураларға, басқаларға керек болатын көп нәрселер бар. Мына А4. Көбіміз А4-мен қолданамыз. Мынау книжная, альбомная деп бөлінеді. Альбомная деген мына ұзын болып кетеді парағымыз. Книжная деген көбісіміз қолданамыз негізі. Документальный жұмыстар сондайлармен атқарылады. Көріп тұрсыздар. Мына жерден сохранить етіп басамыз. Сосын жетеміз. Мына жердегі ая дегеніміз, мына жерде көріп тұрып, delete батырмасымен өшіріп тастаймыз. Мысалы үшін ал жазайық. Арайлым ханым деп жазамыз. А мен Х әрпі бір-біріне вообще үйлеспейді. Мінекей. Енді осыларды көкпен қоршап алып, мына жердегі А мен Х әріптерін бір-біріне
астына үстүнө кылабыз. Бул көбүнесе мектепте журналдарда, садикте журналдарда керек болот. Мына ханым деген жогору кетти, аралым деген пастка түштү. Ал өзүнө келтиретін болсақ, мына А деген жоғары, Х деген астына түсті. Осылай істеп қойсақ болады. Ал достар, негізінде Word программасымен қолданатын болсақ, көп нәрсе үйренуімізге болады. Мына жерден көрсеттім сіздерге. Ал енді сохранить етеміз. Сохранить етіп тұрып, X батырмасын басып, папкадан шығып кетеміз. Ал енді мына жерде Word'ың лайк басып, подписаться етіп кетіңіздер, достар. Сол кезде мен сіздерге жаңадан видеолар шығара беретін боламын. Қолдап кетіңіздер еңбегімді. Міне